мен көп аудиториялармен өзім былай кездесіп жұмыс істеген кезде қорқыныш мәселесін көтеріп жатқан жағдайда кімде қорқыныш бар деп сұрасам 90% қолын көтереді. Менің ішімде жүрген қорқыныш бар дейді. Енді осы қорқыныштың түбі біздегі қайда жатыр деп ойлайсыз, және ол қорқыныштан арылу жолдары қалай? Қорқыныш деген әр адамның басында бар қасиет қой. Менде кезінде менде де болған қорқыныш. Мысалы мен қорқынышпен арпалысу, күресу амалын тапқанмын. Өзінің ережелерім бар. Мысалы бала кезінде, сақман кезінде қой қоздағанда түн бойы 3-4 рет қораға шасын. Кішкентай баламыз, 10 жаста, 12 жастамыз, 14 жастамыз. Ауылда өскеннен кейін сол ғой. Сонда қораның іші қап қараңғы, қойлар маңырап жатады. Мына жақта жем қора бар. Енді ананың ішіне кіріп келсең, біресе мына есік сықыр етіп ашылғанда жаның табаның етіп қалады. Соң ойлайсың, мына не бәле деп. Енді әртүрлі дыбыстар шығады ғой. Сонда мен өзім шығарған ережем, мен майшам бар, майшам берамда, ана сықырлаған жаққа барып, қорқынышқа қарсы жүріп, ана үшін бәрін жем қораны қарайым, ештеңе жоқ, сосын қорқынышым басылады. Содан бала кезімнен шығарған ережем, қорыққан нәрсеге қарсы шап. Сонда менің байқағаным, біз қорқатын нәрсе өзінен өзі жойылып кетеді екен. Қорқыныш деген ол өте сирек, шын мәніндегі сендерге әкелетін жамандық әкелетін нәрсе емес. Ол көп нәрсе, ол өздерінің ойларында жүрген бір жаман ой. Соған қарсы жүрсеңдер, ол жоғалады. Сондықтан содан бала кезімде менде қалған ереже, бірдеңеден қорқсаң, тура соған шап. Кейін исламға кіргеннен кейін маған исламның бір керемет қағидасы ұнады. Мен соны өміріме қолданып жүрмін, күнделікті өмірімде. Ол күмәннен қаш, не күдіктен қаш дейді. Избегай сомнительного. Егер бір жерде күмәнің болса, не күдігің болып тұрса бірдеңеден. Мысалы, сен серіктесті таптың, бизнес жасайын деп отырсың. Сен серіктесті таптың. Бірақ оның бір қасиетінде, бойында бір күмәнің бар, бір несі бұрыс қасиеті бар сияқты. Ондайдан не қашу керек, немесе ашық отырып талқылап қағазға салу керек. Сондықтан көп адамдар ұялады, көп адамдар қаймығады. Ұялмау керек, қаймықпау керек. Бастарын шауып кетті ме, шаппайды. Отыр, кел, сөйлесейік. Сен неге өткен жол ана кісімен мынандай істедің, неге оны алдап кеттің деп, одында бетпе-бет сөйлесіп алған жөн. Сондықтан қорқынышқа қарама-қарсы шабу керек, сонда қорқыныш жойылады. Ол бір. Екінші, өсе келе 2000 жылдарға қарай көп ұшатын жағдай болды. 90 жылдары көп ұшқан жоқпыз, бірақ онда да көп ұштық, бірақ мен үлкен ұшақтардан қорқатын болдым. Сонда қарай, мана қанаттары бүйтеді. Мен ойлаймын, мына бәле сынып кетпесе жарайды екен, мына қалай қанаттары бүйтіп қозғалады. Ол бір. Екіншіден, самолет анау бұлт арасынан өткенде жаңбыр құйып тұрады, сонда ойладым, мынаның свештері қазір су тиіп, өшіп қалса өлеміз ғой мына жерде, өлеміз ғой. Неге жаңбырмен ұшады, мына пилот оңбаған, бұлай айналып шолмаймын деп, ішінен сондай бір күйінетім бар. Үшінші, мына самолет ұшақ көтеріледі ғой, көтеріледі деп, дейді бір кезде. Ойлайсың, ой бәле, бір двигатель өшіп қалды ма, неге соны көптеген сұрақтар пайда болады да. Сосын өзім отырып ойладым, мен неге ересек адам ұят қойсын мына ұшақтан қорыққан. Соны зерттедім, себептерін. Соны себептерін зерттеп келсем, мен бір түсінгенім, мен өзімнің тікелей басқаруымда болмаған нәрседен қорқады екенмін. Out of my control. То есть, если что-то не под моим контролем, я боюсь того, что я не контролирую. Мен контроль жасамайтын нәрседен қорқады екенмін. Өйткені өмір бақи бірінші бастық болып өскен адаммын, ылғи басқарып бәрін қадағалап үйренген адаммын. Сондықтан бір нәрсе менің контролімде болмаса, содан қорқам. Сосын мен не істедім? Мен YouTube-ке кірдім да, барлық двигательдердің несін көрдім. YouTube-та андай бар, двигательдер қояды да, мынандай пожарный шлангпен келіп суды құяды. Ана өшпейді ғой ана бәле. Ой, дұрылдап, мынандай суда келіп құяды.
өшпейді, мына өлмейтін движок екен ғой мына самолетта. Қанша су құйса да өшпейді. Мен ойладым, о, мына тамаша екен. Сосын самолеттің қанаттарын тексеретін заводының видеосын көрдім. Былай майыстырады, былай майыстырады, былай майыстырады, былай майыстырады. Аланың қанаты сынбайды екен ғой. Вообще сынбайды. Сосын ойладым, мынау вообще өлмейтін нәрсе екен ғой. Сосын жарайды. Ал енді бұл двигательдің ненің қозғаушының ба, қазақшасы қалай, қозғаушы ма? Қозғағыш. Қозғауышының свеші қайда деп. Сосын жарайды, осы басын қатырып қайтемін дедім да, ана Розыбакиевда авиашкола бар тұғын. Сол авиашколға жазылдым. Жазылдым да 6 ай бойы аэродинамика, авиационная медицина, метеорология сабақтарын бәрін оқып шықтым. 6 ай бойы оны оқып шыққаннан кейін, сосын ана двигательдердің түрлері, прямоточный, двухкамерный, однокамерный, реактивный, турбопропеллерный, турбореактивный деген неше түрлі, 9 түрі. Сосын оны оқып шыққаннан кейін маған инструктор айтады, енді бәрін білесіз ғой теоретикалық түрде. Жүр практикалық жаса. Сонда жарайды дедім да, анау самолет айдадым. Як-18 деген бір қозғағышы бар самолет. Сосын оны үйренгенде ол бәле не бар екен? Оказывается, экстремальный режим, emergency procedures. Двигательді өшіп қойып, двигательсіз қонуды үйретеді. Әр самолет, кез келген ұшақ, егер двигатель өшіп қалса, өзі қона алады екен. Соны үйретті. Сосын аспанға 2000 метрге көтеріп штопор жасады. Штопор деген бұлай самолет бұлай келеді да, анау жылдамдығы баяулайды да, сосын бұлай құлап кетеді жанына. Бүйтіп кетеді ғой, бүйтіп штопордың ішіне. Содан шығаруға үйретті. Оны өттім. Сосын кейінгі емтихан келе жатырмын. Маған инструктор пилотым айтады, ой, молодец, жарайды, бәрін тапсырдың, бірақ сен самолетчик емессің, сен вертолетчиксің дейді. Қалай білдің? Оказывается, вертолетчиктің аяқ қолы жеке-жеке дара-дара жүре алады да, жеке-жеке аяқ қолды басқара алады дегенсің. Самолеттікі қолың бірге, аяғың жеке-жеке. Сен вертолетке нетсейші, сразу үйренсейші дейді. Сосын Ми-2 деген совет вертолеті бар. Соны оқып шықтым. Сосын бұрындайға бір еврокоптер, жоқ, американдық Bell деген вертолет келді. Сосын мен қызығып жүрдім да, оны үйреніп алдым. Канадаға барып, сосын Bell Jet Ranger, Long Ranger, сосын Astar, EC-120, Ecureil, сосын 355, Август 189, 2 двигательді вертолет. Сонымен менде қазір 9 ұшақтардың типтерінің удостоверениесі бар. 9. Қазір сол 17 жыл мен қазір пилотпын. 17 жыл пилотпын. Мысалы, ТМД елдерінде менікіндей удостоверениесі бар, бір пилот жоқ. Ол менің артықшылығым емес, ол қайта менің ақмақтығым. Өйткені нағыз пилоттар, кәсіби пилоттар, олар бір ұшаққа үйренеді, өмір бақи сонымен ұшып жүреді, ақша тауып. Өйткені әрбір ұшаққа үйрену үшін сен ақша шығаруың керек. Мен олармен сөйлескенде маған күледі олар, сен коллекционерсің дейді, сен пилот емессің, сен коллекционерсің дейді. Сондықтан жай қарапайым адамға ол круто болып көрінеді, 9 ұшақ. Кәсіби пилоттарға бір нәрсеге тоқтасайшы, бір нәрсені егерсейші аяғына дейін деп. Сол кейінгі 5 жыл бір вертолетпен ғана ұшып жүрмін. Жалпы 17 жыл бойы мен тікұшақты жүргізетін пилотпын. Міне қорқыныштан басталған нәрсе. Сол ұшуды үйренген бірінші күннен бастап, менің бірақ қана енді кішкентай өкінішім бар. Мен неге бұны ертерек бастамадым деген өкініш. 90-шы жылдар неге бастамадым? Қайда жүрдім ақымақ? 10-15 жыл бұрын бұдан қайда жүрдім деген сондай кішігірім өкінішім бар. Сондықтан міне қорқыныш адамға берілгенде бір нәрсе үшін беріледі. Оны қорқынышты сендер өздерінің пайдаларыңа, өздерінің қуаныштарыңа аударуларыңа мүмкіндік бар. Ол сендердің дайындықтарыңа қарай. Дайындықтарыңды көтеріңдер, мүмкіншіліктеріңді пайдаланыңдар, бәрін қуанышқа айналдырыңдар. Бақытты болыңдар. Рахмет. Марван аға қол соғып қояйық.